Алматы қаласы Түрксіб ауданы номер 32 жалпы білім беретін мектептің бастауыш сынып мұғалімі Исабекова Асия Сергазиевна. Ана тіл сабағы. Тақырыбым жуан және жіңішке жұп дауыстылар. Өткен сабақта шығу мақсатында бәріміз қарайықшы мұнда. Балалар, қазір мен мынаны айналдырамын. Қандай әріп түседі, сол әріптен басталатын бірнеше сөздер айтамыз. Жарай ма? Қараймыз тақтаға. Қандай әріп? Әріп. Әже, жарайсыңдар. Жақсы, келесі. Қараймыз. Қай әріп екен? Д. Жақсы. Диана қой. Доп, жарайсың, Ералы? Динозавр, жақсы. Бәріміз кәне зымыран ойын ойнайықшы. Зымыран балалар, зымырандарымызды ұшыруші аспанға. Бұл жерде бізге өрнектер берілген екен. Сол өрнектерді дұрыс тапса, зымыранымыз аспанға ұшады екен. Кәне, бірінші өрнекті кім табады? Айсұлтан. Дұрыс па балалар? Сондай балалар, бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз жуан және жіңішке жұп дауыстылар. Жуан және жіңішке жұп дауыстылар қараймыз, екіге бөлінеді екен. Міне қараңдаршы, жуан ағашта тұрып көрінер ма? Жуан айтылатын дыбыстар жуан ағашта айтылып жазылып тұр екен, ал жіңішке айтылатын дыбыстар бұл жіңішке ағашымызда айтылып тұр екен. Кәне жуан ағашымызда қандай әріптер жазылып тұр? А, тағы, жуан дауыс дыбыстар, дұрыс айтасыздар. Дыбыстар сонымен екіге бөлінеді, жуан және жіңішке. Енді қарай. Балалар, жуан және жіңішке жұп дауыстылар екіге бөлінеді. Балалар, жуан және жіңішке дауыстылар бір-біріне қарама-қарсы жұптарды құрайды екен. Яғни, бір дыбыс жуан болса, Сұлтан, екінші дыбыс жіңішке болады екен. Мысалы, А дыбысы жуан, Ә дыбысы жіңішке, О дыбысы жуан, Ö дыбысы жіңішке, О дыбысы жуан, жіңішке. Балалар, мысалы қарайыз. Ыс деген ол түтін білеміз, я? Ана мұжалардан шығатын түтінді не деп айтамыз? Ыс деп айтамыз. Ал іс деген ол балалар жұмыс екен. Кәдімгі жасайтын не екен? Жұмыс екен, я? Мына көріне ма? Ыс деген жуан айтылып тұр, ал іс дегеніміз ол жіңішке айтылып тұр екен. Жарайсыздар, қарай. Ал олай болса, мына суреттен не көріп тұрмыз балалар? Жердің табиғатын, тілін, мәдениетін құрметтеу. Отанға адал болу, оның бейбітшілігі мен дамуына үлес қосу әрқайсымыздың міндетіміз. Сендердің отанға қосқан үлестерің сабақтарыңды жақсы оқып, ұстаздарыңның ақылын тыңдау. Енді менің төмендегі өлеңімді ойға тоғып тыңдап, жаттап алыңдар. Отан сенің ата-анаң, отан досың, бауырың, отан үлкен астанаң, отан аудан ауылың, отан тарих, отан тіл, жасаған елің өз халқың. Отан өлең, отан жыр, көтерген көкке ел даңқын. Отан осы достарым. Отан өлеңін бір шумақтан оқимыз. Кәне, қалған зайда отырып, бірінші шот сайымыз қолымызбен бірдей. Отан үлкен астанаң, отан аудан ауылың. Жарайсыздар. Екінші топ, екінші несін оқисыздар. Отан тарих, отан тіл, жасаған елің ел халқын. Отан өлең, отан жыр, көтерген көкке ел даңқын. Жарайсыздар. Бір, екі, басайыз. Отан сенің ата-анаң, отан досың, бауырың, отан үлкен астанаң, отан ауылың. Жақсы. Ал екінші топ, екінші шумақ оқимыз таймыз. Отан тарих, отан тіл, жасаған елің ел халқын. Отан өлең, отан жыр, көтерген көкке ел даңқын. Әдемілеп, көркем етіп жазамыз. Жарай ма? Балалар, бері қараймыз. Қазір қолдарымызға асықтарымызды аламыз. Қара жорғамен сергіту сәтін жасаймыз. Жарай ма?
Балалар, алдарыңда қағаз жатыр отан деген, иә? Балалар, отан дегеніміз не ол? Туған жер. Міне, соны әрқайсың өздеріңнің отандарың туралы әрқайсың тез алып орталарында қағазға жазып шығамыз. Жарай ма? Отан туған жер, бауырымыз, досымыз, ата-анамыз. Келесі. Отан сенің ата-анаң, отан досың, бауырың, отан үлкен астанаң, отан аудан ауылың, отан тарих, отан тіл, жасаған елің ер халқын, отан үлкен, отан жыр, көтерген көкке ел даңқын. Отан біздің еліміз, отан біздің туыстың жеріміз, отан біздің бауыр досымыз. Келесі ойынымыз торсық ойын балалар. Торсық ойында бізде сөздер жасырынған. Иә, торсық ойында жуан дауысты дыбыстарда басталатын сөздер жазған екен. Соның бізде жақта кеселерден өзінің сыңарын табуымыз керек. Мына жерде орындар ауысып кеткен екен. Мына қолдарды алып, бір-біріне жұптастыруымыз керек екен. Кәне кім шығады? Алина шыға ғой. Енді нені апара ғой. Жіңішке айтылатын. Дұрыс па балалар? Жарайсыңдар. Келесі. Ал, Мирас. Оқы қайтын. Дұрыс. Кел алайсың. Дұрыс па балалар? Ал, әл. Дұрыс па? Жарайсың. Төртінші шақты көрдіңіз ба? Кім оқиды маған? Мирас жадыгер оқы. Оның аты не екен балалар? Кілем. Ары қарай оқиды. Алижан оқышы. Жағасында құрақ. Жарайсың. Енді мына бақаларға жұбын табып көмектесуіміз керек. Ол үшін бақа бітеді. О дыбысының жұбын тап дейді. Кел Сұлтан. О мен Ö дыбыстарының жұбы қандай дейді? Дұрыс па? Жарайсың. Келесі кім шығады? Кел. А және А дыбыстарының жұбы қандай сөздер жатады дейді? Жарайсың. Келесі Ы дыбысының жұбын тап дейді. Тез Ы дыбысының. Дұрыс. Ана Зейнептің құрбақасы суға батып кетті, дұрыс таппап еді. Келесі А дыбысының жұбын табады. Дұрыс па? Жарайсыңдар балалар. Міне құрбақаға өзінің не істеді? Жағаға шығуға көмектестік. Сабақ сендерге ұнады ма? Ұнайды. Жарайсыңдар. Егер сендерде сабақтарың ұнаса, балалар, сендер егер бүгінгі сабақты түсінсеңдер, қолдарындағы жасыл асықты, бәрін түсіндім деген қазақ үйге жапсырасыңдар. Егер де түсінбей қалсаңдар, кішкене түсінбеген жерлерің болса, онда сары үйге жапсырасыңдар. Егер де ештеңе түсінбедім бүгінгі сабақтан десеңдер, қызыл үйге келіп асықтарын жапсырасыңдар. Жарай ма? Жарайсыңдар, бүгін барлықтарын көпшілігің не істепсіңдер? Бүгінгі сабақты жақсы түсінсіңдер. Жарайсыңдар, бүгін осымен сабағымыз аяқталды.